Қайырлы күн балалар. Бүгін біз сіздермен қазақ тілі сабағынан музыка және классикалық туындылар туралы түсінік тақырыбын өтеміз. Оқу мақсаты: мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Екінші, фразеологизм мақал мәтелдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Бұдан кеп шығатын сабақ мақсаты: білім алушылар мәтіннен негізгі ойды анықтайды, мақал мәтелдердің ерекшелігін түсініп қолдана алады. Балалар, енді оқылым тапсырмасына қарайық. Оқылым мәтіні берілді, сол мәтінді оқимын. Мәтіннен бізге таныс емес сөздер бар. Енді осы сөздермен танысайық. Балалар, енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Бірінші, мәтінде айтылған ойды анықтаймыз. Екінші, мәтін мазмұнын үш сөйлеммен баяндаймыз. Ал енді осы тапсырмаға құрылған дискрипторға мән берейік. Мәтіндегі ойды анықтайды, өз ойын үш сөйлем арқылы жеткізеді. Балалар, сіздерге уақыт берілді. 2 минутта тапсырманы орындаймыз. Балалар, енді жазылым тапсырмасы, яғни екінші. Бұл жерде төмендегі мақал мәтел, нақыл сөздердің өнер мен музыкаға қатысын тауып, мағынасын ашып жазасыңдар. Бұларға қатысты дискриптор өнерге қатысты мақал мәтелдерді табады, мағынасын ашады. Екі баласы аң аулап жүргенде біреуін аю жеп қойыпты. Ағасы інісінің өлгенін көріп, қайғырып, інісін жеген аюды атып алмақ болып аңдиды. Бір кезде аю билей басып, анда-санда тұра қап, жорғалап келе жатады. Балақ жүндері сусылдап, қозғалған сайын үстінен жалтылдап от ұшқындайды. Аңдып отырған жігіт аюдатып, терісін сойып алып, үйіне келеді. Әкесіне үнөлімін естірте алмайды. Әкесі: «Кәне балам, қандай аң аттың?» деп сұрайды. Үлкен ұлы керемет домбырашы екен. Аюдың терісін әкеліп, әкесінің алдына тастайды да бір күй шертеді. Күйді тыңдап отырған бір ақсақал ауыр күрсініп, байға баласының өлімін естіртіп, көңіл айтады. Сондағы жігіттің шерткен күйі осы күй. Балалар, біз аңызды көрдік, енді осы аңызға қатысты сұрақтарға жауап береміз. Аңыз не туралы? Жігіттің шерткен күйі қалай аталады? Осы оқиғаның мазмұнына ұқсас қандай шығарманы білесіңдер? Осы ой күмбездің сұрақтарына жауап берейік. Балалар, сұраққа жауап беріп болған болса, енді сол жауаптармен салыстырамыз. Бүгінгі өткен сабағымызға кері байланыс береміз. Білім қоржыны өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды десеңдер, қызыл қоржынды таңдаймыз. Мен сабақты жақсы түсіндім десеңдер, көк қоржынды таңдаймыз. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек десеңдер, сары қоржынды таңдап, өз кері байланысымызды береміз. Балалар, енді үй жұмысы. 5-ші тапсырма: мәтіндегі ойға қатысты өз пікірлеріңді фокус формуласы бойынша дәлелдеңдер. Кітаптан қарап жазасыңдар. Сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.